Саламатсыздар ма балалар? Осымен сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз өткендерді бекіту. Алдыңғы сабақта өрнектердегі амалдардың орындалу реті бойынша біз өткенбіз. Сол тақырып бойынша ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сабақтың мақсаты сенің меңгеретінің 2-3 амалды жақшалы және жақшасыз өрнектердегі арифметикалық амалдардың орындалу тәртібін анықтау, олардың мәнін табу. Ал сенің білетінің есептеу барысында қосу мен көбейтудің қасиеттерін және орын ауыстырымдылық, терімділік қасиеттерін мен тиімді қолдану. Ал балалар, қазір сіздерге кішкене ғана видеороликті тамашаласаңыздар. Атмосфера биосфераның сыртқы қабаты. Ол планета бетіндегі жылуды сақтайды. Зиянды ғарыштық сәулелену мен күннің ультракүлгін сәулелерінен қорғайды. Атмосфераның ластануы дегеніміз жер бетіндегі тіршілік пен табиғи ортаға зардабын тигізетін химиялық және басқа заттардың кері әсері. Атмосферадағы көмірқышқыл газы концентрациясының артуы климаттың ғаламдық жылынуына, күн радиациясы дәрежесінің төмендеуіне және жылу эффектісінің өсуіне әсер етеді. Қазіргі кезде атмосфераны айрықша ластау жөнінен жылу электростанциялары, металлургиялық, химиялық кәсіпорындар және цемент зауыттары көзге түседі. Жылу электростанциялары ауаға күкіртті және көмірқышқыл газын, металлургиялық, әсіресе түсті металлургиялық кәсіпорындар ауаға азот тотығы, хлор, фосфор және сынап қосындыларын шығарады. Ал балалар, видеоны көріп тамашалаған болсаңыздар, Алия бүгін сіздерге сол видеодағы суреттерге сәйкес тапсырмалар алып келіпті. Ол үшін біз тапсырмаларды орындай отырып, жауабын табамыз. Жауабын таба отырып, өрнектердің мәнімен сәйкестендіреміз. Сонда сол суретте не екенін анықтаймыз. 2 көбейту 5 қосылған 1 тең жауабын табамыз. Бәрекелді балалар, демек жауабы 11 екен. Демек 11 саны суретпен сәйкестендірген кезде ол табиғи ластану дейді. Табиғи ластану дегеніміз, демек біздер орманда отырғанда, саяхатқа шыққанда, отырған жеріміздегі өрттерді сөндіріп жүруіміз керек. Егер сөндірмесек, мынандай жағдайға апатқа ұшырауымыз мүмкін. Сондықтан табиғи ластану деп аталады. Ал келесі тапсырмамызға қараңыздар. 4 көбейту 4. Демек бұл неше болады балалар? Дұрыс айтасыздар балалар. Демек 16 көбейтінің мәні 16 шықты. Демек 16-ға сәйкес суретті табамыз. Дұрыс айтасыңдар балалар. Тұрмыстық қалдықтар бұл. Демек кешегі өткен тақырып бойынша мен сіздерге тағы естеріңізге түсіріп жіберейін. Қоқыстарды әрбір жәшікке өзіне тиісті жәшіктері болады. Сол жәшіктерге тастауымыз керек. Егер де осындай қоқыстарды біз тастай беретін болсақ, онда біздің табиғатымыз, тұрмыстық қалдықтар көбейіп кетеді. Келесі тапсырмамыз 4 көбейту 3 қосылған 5. Ең бірінші алдымен амалдардың орындалу реті бойынша қайсы амалды орындаймыз балалар? Дұрыс айтасыңдар балалар. Бірінші көбейту амалын орындаймыз. Демек 4-ке 3-ті көбейткенде 12 шығады. 12-ні 5-ке қосқанда қосындының мәні қанша болады екен балалар? Дұрыс айтасыңдар балалар. 17. Демек 17 санын, ол қандай санында суретті сәйкестендіріп тұр? Демек ол өндірістік ластану дейді. Заводтан шыққан түтіндер ол ауаны ластайды екен. Келесі тапсырмаға қараңыздар. 4 көбейту 9 қосу 20. Демек бұл жерде де амалдардың орындалу реті бойынша қайсы амалды орындаймыз?
Дұрыс айтасыңдар балалар. Демек, бірінші көбейту амалын орындаймыз. Одан соң қосу амалын орындаймыз. 4-ке 9-ды көбейткенде 36. Дұрыс айтасыңдар балалар. Оған 20-ны қосқанда қосындының мәні қанша болады екен балалар? Дұрыс айтасыңдар балалар. 56 шықты. Демек, 56 санымыз ол қайсы суретке сәйкес келіп тұр? Демек, ол көліктер екен. Демек, көліктен шыққан түтіндердің барлығы ол да ауаны ластайды екен. Дұрыс айтасыңдар. Демек, осы суреттерді айта отырып, бір сөзбен айтатын болсақ, ауаны ластанудан қорғауымыз керек екен балалар. Жақсы балалар, енді осы тапсырмаларға байланысты келе отырып, есептер шығарайық. Берілгені асы автокөлік бір жұмыс күнінде ауаға шамамен 9 килограмм пайдаланылған газды шығарады. 4 автокөлік бір күнде ауаға неше килограмм пайдаланылған газды шығаруы мүмкін екен. Ал енді балалар, осы есептің шартын, шешуін, жауабын өздеріңіз тауып көріңіздер. Қай жерге біз сұрақ қоюымыз керек, нені тауымыз керек, сол бойынша есептерді шығарсаңыздар. Ал енді балалар, өздеріңіздің шығарған есептеріңізді салыстырып көріңіздер. Осы шарты құрылған сіздердіңкімен бірдей ме? Автокөлік бір жұмыс күнінде 9 килограмм газ шығарады екен. Ал 4 автокөлік бір күнде қанша килограмм газ шығарады екен? Жаздыңыздар, е? Дұрыс па екен? Жақсы. Ал енді шешуін қараймыз. Демек, 9-ды 4-ке көбейтеміз. Демек, 36 саны шықты. Демек, көбейтінің мәні 36-ға тең болса, жауабына жазамыз. Жауабы 4 автокөлік бір күнде 36 килограмм газ шығаруы мүмкін екен. Жақсы, жарайсыңдар, бәрекелді балалар. Келесі екінші есебімізді шығарайық. Жапырақтарды өртегенде 1 минутта 3 килограмм зиянды зат бөлінеді. Ол 9 минутта неше килограмм зиянды зат бөледі? Ал енді балалар, ойланып көріңіздер дағыны, шартын, шешуін, жауабын жазыңыздар. Бәрекелді балалар, жас болған болсаңыздар, енді өздеріңізді тексеріңіздер. 1 минутта 3 килограмм, 9 минутта неше килограмм? Шешуі 9-ды 3-ке көбейтеміз. 9 бен 3-тің көбейтіндісі 27-ге тең болады. Жауабы 9 минутта 27 килограмм зиянды зат бөлінеді екен. Жарайсыңдар балалар, бәрекелді. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі көріскенше сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін сіздермен кезекті сабағымызды жүргізуге өте қуаныштымын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қоршаған ортаны танып білейін етістік, және сіздердің бүгінгі сабақтан үйренетіндеріңіз дерек көздерден ақпараттарды табу. Ал сіздердің білетіндеріңіз дерек көздерден берілген тақырыпқа, сұраққа қатысты ақпараттарды іріктей алу. Оқушылар, келесі тапсырманы орындау үшін экранға назар аударыңыздар. Сіздер келесі бейнероликті қарап, мұқият тыңдағандарыңыз жөн. Ертеде жер анамыз көркем әрі таза болып еді.
және жер бетіндегінің бәрі дерлік, тек адамнан өзгесі үйлесімді болатын. Бір күні адам баласы зеріккені соншалық жаңа дүниеге жаны құмартып табиғат аясынан сырт шығады. Осылайша біз адамдар жер шарымызды жайлап, оны өзіміз үшін ғана ыңғайлы ете бастадық. Бәлкім, дәл сол шақта біз ғаламшарымыздың дамуын тоқтататын сағатты іске қосқанымызды аңғармай қалдық. Уақыт өте келе, біз жердің жалғыз қожайыны атандық. Айналымызды түрлі заттармен қоршап, оларды жетілдірумен, ал зат атаулыны көбейтумен болдық. Осылайша, ортақ үйімізді өзіміз ластай бастадық. Жер, ауа және су тастағандықтан табиғатымызға қауіп-қатер төніп тұр. Ортақ үйімізге қамқорлық қажет. Балалар, сіздер осы бейнероликтен не байқадыңыздар? Қоршаған ортаны қорғау үшін не істеу қажет? Жерді қалай құтқарамыз? Жарайсыздар балалар. Жауап ретінде енді келесі бейнероликке назар салайық. Ғаламшарымыз гүлденсін десек, барлығымыз бірге елімізді, жерімізді тазартып, сауықтыруымыз керек. Мұны көшет отырғызудан бастай аламыз. Жай отырғызып қана қоймай, оның таза судан, күн шуағынан және құнарлы топырақтан таршылық көрмей өскенін қадағалауымыз керек. Енді балалар, өздеріңіз осы бейнероликті көргеннен кейін дерек көздерді пайдаланып, қоршаған ортаны қорғау жөнінде ақпараттар іздестіресіздер. Және қалдық заттарға екінші өмір сыйлайық атты акция ұйымдастырсаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді. Балалар, өздеріңізге берілген тапсырманы мұқият тыңдап болсаңыздар, келесі тапсырмаға назар салайық. Мұнда біз жұмбақ шешіп көрейікші. Қашаудай мықты тұмсығым, бәсеке тіген бұл шыным. Құрт қоңыз аулап жарысам, орман дәрігері боп табылам. Жақсы балалар, жауабы не деп ойлаймыз? Назар салайық. Дұрыс айтасыздар балалар. Менің болжамым бойынша сіздер тоқылдақ құсын дәл таптыңыздар деп ойлаймын. Ендеше сіздерге берілетін тапсырма тоқылдақ құсы туралы ақпараттарды дерек көздерінен жинақтайсыздар. Құрметті оқушылар, келесі тапсырмаға назар салайық. Бұл тапсырмада қоян туралы мәтін берілген. Осы мәтінде көп нүктенің орнына төменде берілген керекті сөздерден тиісті етістіктерді қойып жазуымыз қажет. Қане балалар? Орындап болдық па? Ендеше өз-өзімізді тексерейік. Балалар, менің болжауымша, бұл тапсырманы да өте жақсы орындады деп сенім білдіремін. Құрметті оқушылар, сіздер өз жұмыстарыңызды орындап болсаңыздар, немесе тапсырмаларыңызды мұқият алған болсаңыздар, енді өз жұмыстарыңды төмендегі дескрипторлар арқылы бағалай аласыздар. Яғни дерек көздерден берілген тақырыпқа, сұраққа қатысты ақпараттарды іріктей аламын. Халық қағидаларынан мәліметтер жинай аламын дескрипторлары бойынша. Балалар, ендеше өздеріңізге келесі тапсырманы мұқият орындау үшін үй жұмысын белгілеп алыңыздар. Қоянның құлағы неге ұзын? Қоянның алдыңғы аяқтары неге қысқа болады? Қоянның терісі қыста неге ақ, ал жазда неге сұр болады? Осы сұрақтарды сіздер деректерден іздеп ақпараттар жинай аласыздар. Осымен сіздермен өткізген бүгінгі сабағымды аяқтаймын. Сау болыңыздар.